Ерекше кәсіпті нәсіп еткен Виолетта Першина. Біз сіз тұратын ауданнан да ауа жинай аламыз. Суретші Всеволод Демидов туындыларын кейде өзі де түсінбейді. Эта работа, она называется «Азбука дракона». Осы батырлар жайлы баяндалады. Қазір біз Алматы ауасын қаптап жатырмыз. Бұл міне жұмыстың соңғы бөлімі десек те болады. Не озвучиваем, где именно мы заказываем, но так или иначе важно знать, что и банка отечественного производства, и воздух тоже наш родной алматинский. Когда ко мне приходят люди, знакомые какие-то, бывают случайные соседи какие-то, вот сразу видно, что здесь живет художник. Сева ешқашан керексіз болып қалған заттарды тастаған емес. Тіпті достарының үйінен де ескі құсқы бұйымдарды әкеліп кәдеге жаратады. «44 жасар Виолетта мамандығы бойынша есепші, бірақ бұл салада жұмыс істеп көрмеген. Бүгінгі күнге дейін ұйымдастырушылық қызметпен айналса, Алматы ауасын осы жерден де көруге болады. Вообще основная работа это... Негізі басты жұмысымыз жәрмеңке ұйымдастыру, яғни арнайы компаниямыз бар. Онда көрме ұйымдастыру мен әртүрлі бағыттағы жәрмеңкелермен айналысамыз. Бұл жерде сыйлықтар мен қолөнер туындыларын көре аласыздар. Вообще основная работа, да, это выставки. Виолеттаның тауарына сұраныс көп емес, бірақ жоқ деуге де келмейді. Жан-жақтан келген қонақтар мен студенттер үшін бұл ерекше сыйлық. Тек алматылықтар үшін емес. Мен ойлаймын, мысалға шетелде тұратын қазақ азаматтар болса, соларға алып барып, мысалға сыйлық ретінде мысалға беріп, сондай болатын шығар енді, бірақ мен өз басым Алматыда тұрып, Алматыны алмас едім. Виолетта тауарына сұраныс болмаған сәтте, оны жарнамалау мақсатында алып шаһардың көшелеріне шығып тұрады. Виолетта өнімін тек өзі ғана сатпайды. Дүкендермен арнайы келісіп, оларды ауамен қамтамасыз етеді. Қолы қыруар жұмыстан қалт еткенде қадағалап тұрады. Сізде Алматы ауасы бар ма? Иә. И как? Сұраныс қалай? Жақсы. Халық қуана ма? Иә, әрине, дәл сіз сияқты ма? Виолетта ең алғаш Қалбырдағы ауаның дүкенде сатылымда тұрғанын шетелде көрген. Алматыға оралғаннан кейін бірден осындай өнім шығаруды қолға алыпты. Ол үшін жалғыз ұлы Влад та көп көмек тигізген. Первую партию мы сделали буквально штук 100 и просто... Алғаш рет 100 данасын шығардық. Көбісін достарымызға, туыстарымыз бен таныстарымызға тараттық. Кейін жақсы бизнес ой екенін ұқтық. Ақша табуға да болады екен. В 2011 уже начиналась Азиада. Сөйтіп 2011 жылы Азия ойындары басталатын кезде арнайы қаптамалар ойлап тауып, алғашқы топтамамызды сатылымға шығардық. Содан бері 2000-дай қалбыр ауа саттық. Одан түскен қаржының көлемі миллион теңгені құрады. Біз солай алғашқы миллионымызды ауадан таптық десек болады. На воздухе. Елу бір жасар Сева 1993 жылдан бері сурет салумен айналса. Ал ол уақытқа дейін суретші көркемдеуші болып әртүрлі мекемелерде қызмет еткен. Арнайы білімі де бар. Мен оқуға түскенде Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты болатын. Көркем сурет факультетінде оқыдым. Дипломда судан сабақ беретін мұғалім деп жазылған. Алайда оқу орындарында дәріс бермегеніме ешқашан өкінген емеспін. Егер Сева расмен де белгілі бір мекемеде жұмыс істесе, өнерін осынша дамыта алмас еді. Қазір оның шығармашылығында шектеу жоқ.
Вообще, вот эта поверхность... Басында есіктің беткі қабаты жаман болатын, оны әртүрлі заттармен жабуға тырыстым. Бәрібір түсіп қала берді. Сосын өзімде дайын бояулар тұрғанда несіне шашыламын деп ойладым. Сөйтіп, неше түрлі суреттерді сала бастадым. Міне, мына жерде бір бет бейнені көруге болады. Шиыршықтар, тіпті кішкентай кемем де бар. Мен арнайы ештеңені алдын ала ойламаймын. Қолым нені қалайды, сурет солай салынады. Отбасылы екі ұлы бар. Оны олардың болашағы алаңдатады. Сондықтан қазірден бастап қамданғысы келеді. В данный момент картины, к сожалению, меня перестали кормить. Вот, я сейчас перешел... Қазіргі кезде суреттерім мені асырауды қойды. Сондықтан қосымша жұмыстарға көштім. Жақын арада артизан деген сөзді естідім. Ол қосымша өнерге қатысты мағына екен. Бұл жерде әртүрлі бағыттағы, мысалы, сәнгерлік, қолөнерге қатысты дүниелер жасалады. Сол сияқты мен осыны таңдап әртүрлі бас киімдер, костюмдер, былғардан жасалған ұсақ түйектермен айналысам. Бывает майки распит. Очень вот сейчас люблю бижутерией заниматься. Мен Сева Демидовтың топтамасынан таңғалатында ештеңе байқаған жоқпын. Өте қарапайым. Ол өзінің ішкі жан дүниесін көрсеткен. Жұмсақ ойыншықтармен көмкерілген бас киімдер. Біз оларды көйлектердің етегін ойыншықтармен безендірілген сән әлемдегі қыздардың киімдерінен көріп қойғанбыз. Таңғалатында ештеңе байқаған жоқпын. Осы күнге дейін Севаның өнеріне талай сын пікір айтылған. Әйтсе де ол ешқашан кереғар пікірлерді көңіліне алған емес. Керісінше өз қолынан шыққан әлем-жәлем туындыларын киіп, көшеде жүрген кездерде болған екен. Меня смущало одно время, когда Сева мог перекрасить волосы в зеленый цвет. Сева шашын жасыл түске бояп алып, көшеде жүретін кездері қатты ұялатынмын. Негізі бірінші, екінші күндері ұялсаң, одан кейін ол 2 жылға созылатын болса, оған да үйреніп кетеді екенсің. Қазір ол басылды, мүлдем көшеде бұрынғыдай киініп жүрмейді. Привыкаешь и уже смущаться перестаешь. Севаның өнеріне қатысты анау айтқандай алға қойған мақсат жоқ. Ол өмір ағынымен жүзуге дағдыланған. Виолетта, ұлы екеуі тек Алматының ғана ауасын сатумен шектеліп қалғылар келмейді. Олар өнімдерінің болашақта түр-түрін шығаруды жоспарлап отыр. 2017 жылы міндетті түрде Астана ауасы пайда болады. Сондай-ақ Экспо ауасы да. 2017 жылға дейін әлі уақыт бар. Сөз береміз. Қонақтарымыз бен тұрғындарымызды ерекше дүниемен таңғалдыруға. Маған мысал үшін қызық. Қызылордаға Алматының ауасын беріп жүр. Бірақ маған бір кішкене ұнамай тұрған, бұны қалай қолданамыз? Мысал үшін басқа бір кәдімгі ауызға салып, демалатындай бір не жасалатын болса, мүмкін ол кішкене қызықтау болар еді. Мүмкін денсаулыққа шынымен де пайдалы болатын болса. Менің өзімнің пікірім, мынаның ішінде ештеңе жоқ. Өйткені ауаны сатуға ешкім сатамайды деп ойлаймын. Өйткені ауа бұл сатылмайды. Ауамен бәріміз демаламыз. Ауа жинап, оны қаптауды көре алмады. Бұл өнім жайлы көптеген сұрақтар ашылмай қалды. Шабракадабра. Есесіне, қазақ эстрадасындағы жұлдыздардың қызыққаны сонша, өздері ауа жинап, құпиясын ашуға тырысты. Жиналып тұрған шығар енді. Сөйтіп үміттенеміз. Ауаны, яғни банкыға сақтап, оны зерттеу, яғни бақылау ол мүмкін емес. Ауаны зерттеу үшін арнайы сапсониялық трубка арқылы бізде Алматы қаласында 5 бекет бар, яғни посттар. Сол жерде арнайы приборлар бар, құрылғылар аспиратор деп аталады. Сол арқылы сапсониялық трубкаға ауаны мұнда арнайы химиялық растворды тамызып, ауаны сорып алып, мұнда алып келіп зерттеміз. Ауаны сату мүмкін емес, ауа ол бүткіл жер шарына ортақ нәрсе. Виолетта елді елең еткізетін ерекше жобалармен жұмыс істегенді ұнатады. Сондықтан кез келген ессіз көрінетін идеяларды әлі талай жүзеге асырмақшы.
Мына жер менің жұмыс орным, мынау құрал жабдықтарым. Осы жерде жұмыс істеймін. Демидовтың жасаған бұйымдарын, әсіресе дизайнерлік киімдерін жай адам киіп жүруге болмайды шығар деп ойлаймын. Оны батыл, өзін ерекше санайтын, өзін-өзі айқындағысы келетін, басқаға ұқсағысы келмейтін, сондай адамдар мүмкін киіп жүре алатын шығар. Сева жаңа шығармасын ойлап табу үшін соңында ұзақ уақыт күтуді талап ететін жұмыстардан қашқан емес. Соның есесінде өмірге өте қызықты туындылар керек. Я вот эти семечки весной сею, и они... Мына дәндерді көктемде егемін. Олар өсіп келе жатқанда шегемен үстінен әртүрлі өрнек саламын. Бірақ асқабақты үзбеймін. Ол ақырында өсе бастағанда мынадай әдемі өрнектер пайда болады. Получается. Сева туындыларын елдер құсап, базарға шығып арнайы сатумен айналыспайды. Бірақ сәнді киімдерін халыққа көрсету үшін жәрмеңкеден қалған емес. Бүгінгі жәрмеңке біздің кейіпкер үшін ерекше. Себебі оның өнерімен арнайы танысу үшін танымал сәнгер Татьяна Цой келді. Ол Сева Демидовтың барлық туындыларын көріп, танысып шықты. Кейіпкерімізбен біраз ойларымен де бөлісті. Сева Демидов туралы не айтсам болады, Европа елі оны қуана қабылдар еді, себебі ол жерде экологияға қатысты өнер сәнді болып келеді. Мұнда көріп отырғандарыңыздай қарындаштардың қалдықтары қолданылған. Менің түсінгенім, табиғаттағы қайта өңдеуді қажет етпейтін дүниелердің бәрі осы туындыларда өте қызық, сөзсіз өмір сүретін туынды. Бұл өте қызық. Это очень интересно. Бесспорно имеет право на существование. Сева туындыларын әйтеуір бір кездері үлкен тапсырыспен шығарып қаларына сенімді, ал Виолетта ессіз болып табылатын идеяларды жүзеге асыруды жалғастыра бермек. Менің бір арманым бар, мұхитты көргім келеді. Өзімнің қолөнер бұйымдарымды алып, сол жаққа апарсам деймін. Мүмкін бір нәрселер сатып қалармын. Әсіресе шығармашылық адамдарға айтатынмын, егер ойыңызға ессіз болып табылатын бір дүниелер келсе, міндетті түрде жүзеге асырыңыз. Мүмкін байып кетерсіз, мүмкін жай ғана көңіл күйіңіз көтерілер. Удовлетворение.